қыздар екен, енем келе жатыр, енді тапа-тал түске дейін ұйықтау деген жоқ. Мен болсам жүрсімді қараңыздаршы, үйдің бәрі шашылып бұғып жатыр. Ең алғаш ойыншықтарды алдым да фук еткіздім, сосын диванды фук етіп жинап тастадым, осылай тап-таза қылып жинап қойдым. Сосын холодильникті кеп тазалап жатырмын, жұмыртқалардың барлығын орнына қойып. Яқта балам маған жағаласып жүр, сосын екеуміз екі жақтап отырып булочка тезірек ашып түп тастадық. Сосын жент жасадым. Осылай үлкен кісілер осындай тәттіні негізі қатты жақсы көреді ғой. Ондан осыдан қатырып қой. Беш бармақ дайындайын деп жатырмын. Сол үшін қамырымды ертерек илеп, иін қандырып, жайып қойдым. Кейін осылай кішігірім қазым бар еді, оны тауып алып, осылай жіппен үйпа-түйпа тігіп жатырмын. Сіздер де осылай тігесіздер ма? Жаза кетіңіздер. Сосын етімді салып, тұзын душы құйып жатырмын. Біздікілер тұзды болған қатты жақсы көреді. Қайнатуға қойып қойдым. Қамырымды тезірек үсіп жайып тастап, морозилкаға қатырып қойдым. Енді бір жұмысым уже істелініп тұрады. Одан кейін уже бауырсағым да көтеріліп қапты. Бауырсағымды осылай кесіп пісіріп алдым. Кейін булочкамды да осылай тезірек кесіп, дайындап, үстіне жұмыртқаның сарысын, мак салып, осылай екеуін де пісіріп алдым. Енді кешкі асқа ет болғандықтан көп нәрсе пісірмедім. Енем келді, балалар сразу тәттілерге жабысып, ойыншықтарға жабысып жатыр. Абысымдар осындай кәмпиттер, тәттілер көп нәрсе беріп жіберіпті. Абысыма көп рахмет. Сосын енді кешке отырып бәріміз осылай күштілеп бешбармақ жейін деп жатырмыз. Сіздер де енелеріңізді асыға күтесіздер ме? Мен сияқты жаза кетіңіздер.